Қайырлы күн, құрметті оқушылар, құрметті достар. Кім көріп отыр? Бәріңізге қайырлы күн болсын. Бүгінгі күндеріңіз енді мына есепті көріп, енді керемет өтейін деп тұр. Енді шок алып қалмаңыздар. Жалпы мынау есеп кинематиканың менмін деген есептерінің бірі. С деңгейінің есебі деп те қарастырсақ болады. Анша формула керек емес, бірақ формула шығады есеп. Бір қызық, бірақ формула шығады. Бірақ шығару жолы деген енді біраз бар. Бұған не керек? Бұған енді прям түсіну керек та бұл есепті. Бұл есепті түсіну керек. Идеясын білсек, в принципе, есепті уже шығаруға болады. Бір жолына түсіп алсақ, ары қарай бітіру, есепті аяқтау ол өте оңай болады. Кеттік. Осы есеп түсінікті болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Кеттік. Олай болса, Атуг ағаймен бірге кинематиканың С деңгейінің есебі. Еркін құлаған дене соңғы 196 метр жолды 4 секунд жүріп өтеді. Дененің құлау биіктігі және уақытын сұрап тұр бізден. Кеттік. Еркін құлаған дене, мынандай бір жерден бір нәрсе құлайды дейді, мына жаққа құлады дейді. Белгілі жерден бір дене құлады. Дене соңғы 196 метр жолды дейді. Бұның соңғы 196 сен қандай болды екен? Мына жерден бастаған пример соңғы 196 сен где-то білмеймін. Мына жерге бара салды текшім. Соңғы 196 метр осы жердегі. Соңғы 196 метр жолын дейді, ол 4 секундта жүреді дейді. Соңғы 196 метрде ол 4 секундта құлайды дейді. Дененің құлау биіктігін сұрайды бізден. Дененің құлау биіктігі деген ол не ол? Ол дегеніміз біздегі мынау, толыққанды мынаның биіктігін сұрап тұр бізден. Мынаның биіктігі қанша дейді бізге? И еще осының құлайды уақытын сұрап тұр. Толыққанды уақыт пен толыққанды биіктікті сұрап тұр. В принципе, есебі осындай қарапайым секілді, бірақ. Кеттік. Қараңыздар, мына 190 метрдің өзін не үшін беріп қойған түсінсем берілмасын. Мына жауапты вообще белгілеуге болмайды. Негізі варианттарын бір қарап шығу керек, есеп шығармай тұрып, негізі варианттарына бір рет қарап шығуды сіздерге кеңес беремін. Так, 4-8 секунд дейді, 4 секунд болса, ол жер общий 4-8 болуы әбден мүмкін. 132 метр дейді, мұна не үшін берілген? Өз мына жер 196 болса, общий ол явно 132 болмайды ғой. 8-2 секунд болып қалуы мүмкін, 6-9 болып қалуы мүмкін. 42 метр дейді. Қандай оймен жазған, құдайым өзін сақта. 2-6 секунд, 238 метр болып қалуы мүмкін. 2-6 секунд дейді, мысалға да. Ойлап қараңшы, анер өз 4 секунд, общий 2-6 секунд болып кетті ма сонда? Еще 42 метр деп қойыпты анан. Анер 196, анер қалай болады екен деп ойлап қойыпты өзім. Точно, мына жерде уже бір жауап бізде шығып тұр негізі уже. 238 метр деген жауапты белгілеп, дальше бір балға риза болып кете берсек те болады негізі. Қызық дүниелер. Жалпы есеп шығармасынан бұрын варианттарына бір қарап шық деп всегда айтамын оқушыларға. Кеттік, олай болса есепті шығарайын. Бізде мынандай нәрсе бар. Негізгі общий енді аштың негізгі басты формасы бар андай жт квадрат бөлінген 2 деген. Мына форма негізі жақсы форма негізі. Бір тесттің өзіне кәдімгі 4 есеп шығарып осы форманың өзімен. Мына есептен біз мына жерде мен h1 деп алайын. Мына жерден бізде h2, мынау бізде общий h, яғни общий h дегеніміз ол бізде h1 менен 196-ның қосындысы ғой, былайша айтқанда, дұрыс па? Мына жерді қоссаң, общий h шығады бізде. Ал h-ты мен жт квадрат бөлу 2 деп ашамын екен. Тең h1-ден де жт 1 квадрат бөлу 2 деп ашамын, мысалға, плюс 196. Міне осылай. G деген бізде ол қаншаға тең? Ол бізде 10-ға тең. Значит, на екеу қысқараттан 5t квадрат тең, на екеу тоже қысқарып кететтен 5t1 квадрат плюс 196 қалып отыр осында, дұрыс па? Мына есепте бізде плюс 1 балл бар, еще біз G тең 10 екен тоже есімізден шығармауымыз керек. Так, енді мына жерде мен басқа не істей аламын? Так. Енді менде қана, мына жерде т, мына жерде менде т1. Мына есепте екі нәрсе белгісіз менде. Значит, есеп шықпайды деген сөз. Мен не істеймін, енді уақытты жіктеймін. Уақытты қалай жіктеуге болады? Общий уақыт, ол не деген сөз менде? Мына жердің уақыты бар айтпақшы, 4 секунд. Общий уақыт менде 4 секунд. То есть, мына жердегі уақыт бар ғой еще, дұрыс па? Т1 деген уақытпен 4 секундты қоссақ, полностью дененің құлау уақыты шығады. Осылай, осылай. Дұрыс.
Общий уақыт ол бізде 4 секунд пенен Т1 деген уақыттың қосындысы. Жақсы. Все, енді мен, наверное, не істеймін? Енді мен былай істеймін. Мынау Т дегеніміз ол менде наған тең. Т1 қосылған 4-ке тең. Получается, мына Т-ның орнына мен осыны апарамын да қоямын. Менде былай болады. 5 жақшаның ішінде Т1 қосылған 4, сыртында квадраты бар еще, тең болады 5Т1 квадрат плюс 196. Осылай. Мына енді квадратын енді аша алайық, қысқаша көбейту формуласы дегеннен хабарларыңыз бар болу керек. Т1 квадрат қосылған, так, 8Т1 болады, плюс 16 болады. Ойымша. Тең 5Т1 квадрат плюс 196 болады. Мінекей. Міне осындай нәрсе. Қысқаша көбейту формуласы математика болып кетті мына жерінде. 7-ші класстағы қысқаша көбейту формуласы, 6-ші класстағы ма или Т1 квадрат қосу 8Т1 плюс 16. Осылай. Енді не істейміз? Енді мен мынау 5 дегенді көбейтіп шығамын. Мынаған бір көбейтем, мынаған бір көбейтем, и мынаған бір көбейтем. Так, 5-ке Т1 квадрат көбейтеміз. Так, 5Т1 квадрат плюс 5-ке 8-ді көбейтсем 40Т1 плюс 5-ке 16-ды көбейтсем менде 80 болады. Міне ұмытпаймыз. 5-ті Т1 квадратқа, 5-ті 8Т1-ге, 5-ті 16-ға. Жақшаны ашқан кезде жеке көбейтіп шығу керек. Обязательно. Тең 5Т1 квадрат қосылған 196 болып мына жерде. Мінекей. Ендігі қызықты қараңыздар. Мына 5Т1 квадрат деген ол мына жаққа өтеді. Дұрыс па? Ол теңдік навете минус болып өтеді. Сол кезде мына екеуі жолып кетейін деп тұр. Примерно 80-ді мен мына жаққа қарай өткіземін, тоже минус қылып. Сонда не жақта менде 40Т1-дің өзі қалып отыр. Так, 40Т1-дің өзі қалып отыр менде. Тең 80 мына жаққа өтеді. 196 бар не жақта. Еще 80 соның жәніне барады. 196 азайту 80 где-то так. 116, я? 116 сияқты. 116. Сонда менде Т1 равно тең болады 116 бөлінген 40 дейді. Так, 116-ға 40-ты мен калькулятормен бөлесемші. 116 бөлінген 40. 2-де 9 екен. 2-де 9 секунд шықты. Мінекей. Мына жер менде 2-де 9. Мына жерді мен 2-де 9-а құлайды екен мына жерді. Мына жерде 2-де 9 секундта, мына жерде 4 секундта. Значит, общий қанша секундта құлаймын? Общий мен так 6-да 9 секундта құлайды екенмін. Осылай мінекей. 6-да 9 секунд деген жауап бізде бар, құдайға шүкір. Так, бар шығар деп ойлаймын. Так, 6-да 9 бар екен мінекей. 238 метрдің шығатын енді дәлелдей салайық. Тоже мына үстіндегі өзіміздің популярный формула. H тең жт квадрат бөлінген 2. Так, тең болады. G 10-ға тең. Көбейтемін. Т квадрат дейді. Так, 6-да 9-ның квадраты. Бөліп тастаймын осыны 2-ке. Тең. Так. 6-да 9 квадратта болайын мен бірінші. Осыған көбейтемін мен 10-ды. И оны бөлемін мен 2-ке. 238 шығады екен. 238 метр шығады екен. Вот, мына жауап дұрыс, мына жауап дұрыс бізде. Вуаля! Осындай керемет есеп, кинематиканың есебі, постоянно 18-19 есептерде жүретін есеп. Мен тоже 18-ден или 19 есептен. Жоқ, бұл айтпақшына көп жауаптық қой. Где-то тоже 21-22-де келетін есеп болу мүмкін. Или вообще 20-30-дарда келетін есеп болуы мүмкін. Жалпы тесттің структурасы солай құрылады да, адам білмеймін. 16-ға келген кезде күшейіп кетеді ғой, құрастырып жатқан адамдар ше. 17, 18, 19 давить етеді тағыны, и қайтадан 21, 22 оңай болады, и қайтадан арасында бір қиын есеп беріп қояды. Осындай сияқты. Жалпы есеп осындай. Сіздермен бірге болған мен Атымтай Жомарт. Күнделікті YouTube каналға шығып жүрген есептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелеміз и лайкты басып кетеміз. Давайте, келесі кездескенше, жүздескенше.